Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында кептірілген алмадан компот дайындаймыз. Бізге 3 литр суға 200 грамм кептірілген алма және 1 кесе қант қажет болады. Қайнаған суымызға тазаланып жуылған жемістерімізді жайлап саламыз. Жақсылап араластырамыз. Артынан қантымызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Бір қайнағаннан кейін бетін жауып, 10 минут баяу отта қайнатамыз. Компотымыз дайын, суығаннан кейін ыдысымызға құйып қоямыз. Дәмін татып көріңіз.